сынап сен көркем, қанша ғажап әкелесің сен көктен. Бәйшешектер оянды, тұйқу салып ұшып келді құстарың. Бүгін міне әнге толды құшағың. Маңдан сүрдеп қорқып сөткен балақаңызды, жанар еді сипаты басталыпты наурызда. Аққа керіп, қыз ұтып, шырайлы сұлы, шуақ жаз дедіп, шаруаның ұлы киінелген, күн мейрамы ежеттен. Құтты болсын бұл Наурыз. Наурыз келді тамаша, ән айтайық балаша. Атам той-тойлап, қуанамыз балаша. Кел балалар ойнайық, Наурыз тойы тойлайық. Баянды бұл мереке, қыз гүліндей жайнайық. Алас, бәле жаладан алас, жамандардың көзінен сақта, жамандардың сөзінен сақта. Алас, отыз қабырғасынан алас, қырық қабырғасынан алас. Ойнақтаған бақтан қорықпа, алас. Аластау қазақ халқының көнеден келе жатқан ырым сенімі, аластау арқылы тіл көзден, сұқ сөзден, бәле жаладан, ауыр шырғалдан сақтануға болады деген. Ол үшін өсімдіктердің киесі саналған, адыраспан мен қош иесті ақша таңдалған.
алтын таңға қараңдар, арайланып атты таң, естіліп бір шаттаған, жұрағатын қуанып, рахатын тапты жан. Қалдарыңыз қалай балалар? Жақсы. Ұлыс құтты болсын. Аман балалар. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Наурыз мерекесі болғандықтан ән салып билеп отырғанымыз дұрыс қой. Ендеше Қыдыр бабаның келу құрметіне біздің Айша қызымыз ән салып. Бәрекелді. Жарайсың Айша.
Я Наурыз құтты болсын халайық. Әр күніміз жақсы болсын, достығымыз берік болсын, білім өнер серік болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Келе ғой, қожеке, менің қасыма отырыңыз. Анау кім сен жатыр, ей? Ол баяғы ғой, қазір мен оны алдап соғамын. Алдамшы болады, қалай қосқаларын шақпайтын микрофон жемейді. Немде болғанда? Ой, шында, онда менің шапағымды алдырайықшы. О, бәлде, бұл не ем? Сізден аяғанды итші. Рахмет, бәлде. Ассалаумағалейкум, алдар. Сізге жоғары шығыңыз. Рахмет. Түрлі, алдар көсе. Қожанасы қасына тұра қойыңыз, келіңіз. Жігіттер жоғары қарай орын берейік. Алдар көсеге.
Ayetinde ötürü gülen jorka жақтым, құмырсқан жаздай бақтым. Айғырын құмырсқан ұстап бақып, қой тастан адыр-адыр түлкі қақтым. Жапалақ көбелекке қызын беріп, соққасында шүкін еріп, солтыға құмырсқаның жүзін сойып, ат шаптырып той беріпті. Беріпті игагай, гай-гагай, игагай, игай. Ата-бабамыз азан шақырып оған ең жақсы есім қоюға тырысқан. Біздің дана халқымыз балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры да соған байланысты болады деген наным бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анасының аяулы, жарып шыққан кеберін, қадам басып өмірге, жас шыбықтай бір жарып, жаңа жайған желегін, торсық шеке ақмандай, өсе берсін көмегің. Өмір ұзақ болсын деп, көңілі нұрға толсын деп, батамды мен бересің. Бұл баланың аты мирас болады. Аспаннан келді хатыңыз, мирас болды атыңыз. Аспаннан келді хатыңыз, мирас болды атыңыз. Аспаннан келді атыңыз, мирас болды атыңыз. Бұл баланың есімі кім? Мирас. Ал енді бата беріп жіберейін. Бір бата берейін. Ал қолдарыңызды қайын. Көтердім міне білекті, ақтардым ақ тілекті. Атын қойған баламыз батыр болсын жүректі. Әмин. Осындай мерекеге құрып салма ақындап келіп отыр. Бір айтысып жіберсе қайтеді?
Бәрекелді, бір бата берейін. Ал, қолдарыңыз жайып жүріңіздер.
Олыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Олыс бақты болсын, малың сүтті болсын. Олыс берекелі болсын, жаман ниет жерге келсін. Әмин. Да, жігіттер, кеш батыпты ғой. Жүріңдер, ауыл шетіне барып, ақсүйек ойыны ойнайық.
ағаштар бүршік атып, малдар төлдеп жатқан кездегі ең ерекше мерекелеріміздің бірі. Сонымен қоса бүгін бізде қандай мереке бар? Наурыз! Және айт мерекесі. Олай болса осылай. Айттан айтқа, оразадан оразаға аман есен жете берейік қалай. Құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар, бүгінгі бірінші В сыныбының Наурыз мейрамына арналған концерттік бағдарламаға қош келдіңіз. Біріншіден мен бүкіл бүлдіршіндерге, балақайларға көп рахмет айтамын. Керемет болды бәрі. Рахмет сендерге. Енді бүгін бүкіл мұсылман еліне, бүкіл халыққа керемет мейрам, ораза айттарыңыз құтты болсын. Келесі жылдың Рамазанына дейін бәріміз аман болайық. Өсіп жатқан біздің бүлдіршіндеріміз аман болып, сабақта жақсы оқып, сізді қуанта берсін. Мерейлері өссін. Осындай қойған өздерінің таланттары ашылып, одан сайын керемет бағдарламаларға келсеңіз, біз қуанышты боламыз. Балақайлар, рахмет сендерге. Құрметті бірінші В сыныбының ата-аналары және әдемі бүлдіршіндері. Жалпы осы бірінші сыныптың ата-аналары сіздер үшін мен ерекше бір қуанышты нәрсені айтқым келеді. Жалпы мұғалімдердің кәсіби дамуында, кәсіби білігін дәлелдеуінде белгілі мемлекеттік дәрежеде өз деңгейін дәлелдеу болады. Жақында күні кеше ғана Әзира Қожабекқызы осы балалардың Наурыз мерекесіне дайындаудың алдында мұғалімдерге арналған тесттен ең жоғарғы балды алып, және ұстаздық шеберлігі туралы портфолиосын жоғары дәрежеде алып, Алматы қаласының білім және ғылым министрлігінің педагог зерттеуші дәрежесін дәлелдеді. Бұл сіздің ұстаздарының ең биік жеңісі деп ойлаймыз. Ал Әзира Қожабекқызы, сізді осындай жеңіске бастап тұрғанына кішкентай бүлдіршіндеріңіз аман болсын. Сізбен бірге біздің мектепке келген тамаша дәстүр, тамаша ән, тамаша әуен біздің шоқанды одан да биік белестерге көтереді деп ойлаймыз. Біз сізбен мақтанамыз. Сіздің әрбір ата-анаңыз, әрбір бүлдіршініңіз сіз секілді ұстазбен мәңгі мақтанады деген ойдамыз. Сізге үлкен алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгендеріңізге баршаңызға түгел рахмет, жанұяларыңызға құт береке тілеймін.
құрметті қонақтар, құрметті бүлдіршіндер, мұғалімдер, апайлар, сіздерге алғысым шексіз. Ең бірінші мына бүлдіршіндерге рахмет айтқым келіп отыр. Осы бүлдіршіндерді осындай дәрежеге жеткізіп, осылай өнерін тамашалаттырып, ата-анасына керемет қылып көрсетіп отқан осы мұғалімдерге рахмет айтқым келеді. Әсіресе Әзіре Қожабекқызына үлкен алғысым өте шексіз. Мен Наршаның әжесімін, есімім Гүлжан. Нарша Бауыржан кішкене орысшалау еді басында. Қазір ашылып, тұйық еді, ашылды. Қазақша керемет тарихтарды біледі. Және әр қызымыздың сөйлеген сөзіне мән береміз, істеген ісіне, жасаған қимылына өте тәрбиелі болып келе жатыр. Бұрында да тәрбиелі қыз еді. Оған қосымша болды сіздердің еңбектеріңіз жана берсін деймін. Бүгінгі айт мерекесі бәріңізге құтты болсын. Жақында ораза, 30 күн оразамыз өтті. Оразада сұраған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бірінші тілейтініміз осы балаларымыздың амандығы ғой. Сондықтан балалар аман болсын. Осы балаларды осылай тәрбиелеп өсіріп жатқан мұғалімдер аман болсын. Басшыларына осы мектептің рахмет айтамын. Жалпы осы мектептің ұйымына рахмет айтамын. Басшыға да байланысты көп нәрсе. Сосын жекелей тіке өзінің жаңағы нақты мұғалімі Әзіре Қожабекқызына бас иемін. Сізге өте алғысым шексіз. Барлықтарыңызға бүгінгі Наурыз мерекесі қоса келіп отырған айтпен бірге құтты болсын. Барлығы арман тілектеріңізге жетіңіздер. Мына бүлдіршін балапандарға көп рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Биіктен көрейік. Сендер бірінші класста осындай дәрежедесіңдер. 10 жыл оқысаңдар қандай дәрежеде боласыңдар, мен просто представить не могу, шынымды айтсам. Айыппұл болатын болды, апай, кешіріңіз. Үйде біз бәріміз қазақша сөйлейміз, жақсы болды. Арасында қосып қалатын орысшамыздың бәрін қысқарттық. Апайдың арқасында, Наршаның арқасында. Рахмет бәріңізге, алғысым шексіз. Ата-аналарға да рахмет. Мектептің қорына төлейші одан да. Енді мұнда ортамызда Иманның әжесі келіп отыр екен. Сізге де бір ауыз тілек айтып жіберсеңіз балаларымызға. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, алтын балаларымыз, бүгін біздің алтын балаларымыздың өмірінде өте маңызды оқиға болып тұр. Өйткені біздің балапандарымыз өте ерекше деңгейде, кәсіби деңгейде өздерінің творчестволық өнерлерін бізге ұсынды. Өте талантты, өте қызық, өте әдемі болып шықты. Өз басыма өте ұнады. Мұнда бір рахмет, балапандарымыз өнерлерін үстем болсын. Маған өте ұнады. Барлық балалар ерекшеліксіз өте дарынды. Ұстаз шәкірттерін тапса бақытты дейді. Шәкірттер ұстаз тапса өте бақытты дейді. Мінекей осындай ұстаздары қасында болса, жақында өте талантты ұстаздары қасында болса, ол бақыт емес пе? Мен ойлаймын, мына біздің балапандарымыз қазіргі кезінде өте бақытты. Өйткені жанында осындай талантты мұғалім бар. Өздері осындай әдемі, жақсы, инновациялық мектебінде оқиды. Және махаббатпен, илтипатпен қоршалған. Сондықтан осы балалардың болашағы ұзақ болады деп сөзсіз. Мен де мына ата-аналардың сөзіне қосыламын. Мен ойлаймын, осындай жанын беріп, бүкіл білімін беріп, шәкірттеріне осындай ұстаз, осындай мұғалім, осындай жобаның жетекшісі өте дарынды. Ұстаз, мұнда бір рахмет, алғысымыз шексіз сізге. Бүгінгі балапандардың мерекесі, Наурыз мерекесі, бүкіл мұсылмандардың айт мерекесімен тұспа-тұс болып, ол да бір символик болып тұр. Баршаңызға айт мерекесі қабыл болсын.
Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, аспанымыз ашық болсын. Әрбір шаңыраққа, әрбір отбасына жақсылық келсін. Бақ береке, ырыс несібе, тек қуаныш болсын, басымыз аман болсын. Рахмет. Көп рахмет, құрметті ата-аналар. Шынымен де сіздер болмасаңыздар, мен жалғыз өзім бұның бәрін атқара алмайтын едім. Сіздерге де көп алғысым шексіз. Балаларға керек заттың бәрін қамтамасыз етіп, бәріне көмектесіп, жүгіріп, қол соғып, демеп, айқайлап отырғандарыңыз үшін мыңда бір алғыс сіздерге. Және маған бір жағымда көмектесіп, осының бәрін өткізуге атсалысып жүрген біздің кураторымыз Айдана Қуанышқызы. Келе ғой, Айданамды дейінші. Айданаға да көп алғысымыз шексіз. Айдана апай болмаса, біз осының бәрін өзіміз ғана жасай алмайтын едік деп ойлаймын. Көбісі тұғыл шапалақ соғып жібердіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Балалар, ана киіз үйдің ішіне отырып, бір суретке түсіп алайық, бәріміз.